Hello students, how are you? Сәлеметсіңдер ме оқушылар, қалдарың қалай? Бүгін біз сіздермен 3-ші сыныпқа арналған People's Book кітабының 70-71 беттеріндегі тапсырмаларды орындайтын боламыз. Exercise number 17. Listen, point and repeat. Тыңда, көрсет және қайтала. It's 1:45. Сағат 1-ге 15 минут қалды. It's 1:15. 1-ден 15 минут кетті. It's 1:30. Сағат 1:30 болды. To дегеніміз қалды, past дегеніміз кетті. Енді оң жақ бетінде спорттың түрлері берілген. Volleyball, ice hockey, badminton, baseball, table tennis. Келесі спорт арт, спорт өнері. Exercise number 18. Name the sport. Суретте көрілген доптарды қандай спорт түрлерінде пайдаланылады, соны атап шығуымыз қажет. Біріншісі футбол, екіншісі баскетбол, үшіншісі волейбол, төртінші table tennis, бейсбол, алтыншысы badminton. Study spot. I always get up 7 o'clock. Мен әрқашан сағат 7-де тұрамын. Always, әрқашан. Sometimes, кейде. Never, ешқашан. Exercise number 19. Look and complete. Қара және аяқта. Бұл тапсырма бойынша бізде смайликтер берілген. Жоғарыда көрсетілген смайлик бойынша бізде бұл always, sometimes, never деген үшеуінің біреусін қойып шығуымыз қажет. Бірінші бізде Маржан always gets up at 7:30. Маржан үнемі 7:30-да тұрады. Екінші, Санжар sometimes plays badminton with his dad. Санжар кейде әкесімен бадминтон ойнайды. Үшінші сөйлем, Сәуле never plays ice hockey. Сәуле ешқашан шайбалы хоккей ойнамайды. Төртінші, they never watch TV in the morning. Олар ешқашан таңертең телевизор көрмейді. Қанат always plays table tennis in the evening. Қанат әрқашан кешкісін үстел теннисін ойнайды. Exercise number 20. A world of art. Answer the question. Өнер әлемі сұрақтарға жауап беріңіз. Бірінші сұрақ, do you always draw first and then paint? Сіз әрқашан алдымен сурет саласыз ба? Содан кейін бояйсыз ба? Деп сұрақ қойып тұр. Yes, I do деп жауап береміз. Я, мен солай істеймін дейді. Екінші сұрақ, what do you usually use when you want to create a picture? Circle. Суретті салған кезде әдетте нені пайдаланасың дейді. Соны шеңберле. A. Crayons, карандаштар. B. Watercolors, акварель. C. Oil paints, майлы бояулар. D. Markers, маркерлер. Біздің жауап бұл жерде crayons, карандаштар. Үшінші сұрақ, you usually paint on A. An art pad, B. Canvas, C. Other. Суретті саласын альбомға, канваға немесе басқа нәрсеге дейді. Бұл жерде бізде A жауабы. An art pad. Үшінші сұрақ, do you sometimes create abstract paintings? Сіз кейде абстрактылы картинкалар жасайсыз ба дейді. Yes, I do. Я істеймін. Exercise number 21. Let's play. Кел ойнайық. Суретте сағаттар берілген, сол сағаттарды біз жазып шығуымыз қажет. Бірінші суретте it's 3:30. Сағат 3:30 болды. Екінші суретте it's 9:45. Ға 15 минут қалды. Үшінші сағатта it's 6:15. 6-дан 15 минут кетті. Төртінші сағат it's 6:30. 6:30 болды. Бесінші it's 7:45. 8-ге 15 минут қалды. Алтыншы it's 12:15. 12-ден 15 минут кетті.